өте қиын жағдайлар болған. Құрттап кетіп, сатанына шейін бір бөлігін құрт жеп қойған жағдайлар болған, жаңағы қашып пісіп жүргенде. Сонда бір шұңқыр, бір көрдің ішіне талай адамдарды бірінің үстіне бірін тасап көміп. Сон талибандардың қыспағын көріп, ары қарай Иранға қаштыңдар да. Біз қазақ болғаннан кейін екі жақтан да қыспақ көрдік. Россияның самолеттері келіп жолда қашып бара жатқанын білсең, ататын еді сол жерде. Талай кісілер мерт болып өлді ол жолда. Коммунизм режимі келгенде халық қозғалған жоқ. Бірақ дінге тіл тигізіп, жаңағыдай бір таз бас адам мынау атаң деп айтқаннан кейін, одан моллалар сразу жихад дегенде халық гу ете қалды да, сол соғыс содан басталып кетті. Армысыз, құрметті ағайын. Бүгін біздің студияда өте қызық қонақ Қажы Ақбар бауырымыз. Бақсының шашқан құмалағындай әлемнің түкпір-түкпірінде шашырап жүрген қазақ қандастарымыз көп ақ. Соның ішіндегі тар жол тайғақ кешуде өткен, басынан не бір қиындық өткен, былай айтқанда мың өліп, мың тірілген қазақтың бір баласы Қажы Ақбар бауырымыз Ауғанстанда дүниеге келген. Ал қазір Европаның дамыған елдерінің бірі, бақыт индексі жағынан әлемдегі ең жоғары орыннан алатын мемлекетте, Данияда тұрып жатыр. Қазір елге бір шаруалармен келіп қалыпты. Біз Фейсбукта жиі пікір алысып отырамыз. Кей мәселелермен келісіп, кей мәселелермен пікір талас болып келіспей жатамыз. Бүгін осы Қажы Ақбар бауырымыздың осы келгенін пайдаланып, мен сұхбатқа шақырып, түрлі бір 5-6 тақырыптың басын ашып алайық деп. Өйткені сырт көз сыншы дейді. Қазақстанға жаны ашитын, бүйрегі бұрып тұратын. Өйткені үйленген жұбайы қазақстандық, өзінің ата-бабасы осы жерден кеткен, қанды қазақ, жаны қазақ Ғали бауырымызбен бүгін сұхбат. Қажы Ақбар бауырымыз, қош келдің. Рахмет. Біздің сұхбатымыз 6 тақырыптан тұрады, әрқайсысын бөлек-бөлек түсіреміз. Бүгін бірінші тақырып тар жол тайғақ кешу. Мен бизнес тренинг өткізген, бір кездерде білесің, қазақтың жастарын 30 мыңнан астам шәкірт тәрбиелеппін. Өкінішке қарай, Совет өкіметінің қыспағында өскен қазақтардың көбі тағдырына шағымданып, жағдай қиын, өкімет жағдай жасамайды деген түрлі сылтау айтады, үйсіз-күйсіз жүреді. Бір кездері мен суырекеш суырыңдені бар. Сен 20-30-дан асқан азамат, қол аяғың сау. Егер сен үйсіз жүрсең, сенің күнің суырдан да төмен деп айтқам. Сонда мемлекеттен үй сұрап баспана сұрап жүрген адамдарды сіз жалқау дейсіз бе? Суырға теңейсіз бе? Әбден. Суырдан да төмен деп тұрсыз. Әбден. Аға, бірақ енді ол адамды жануармен салыстырғаныңызға сәл келіспеймін. Өйткені суырдың үні бар деп отырсыз. Ол суыр, ол жануар. Ал біз адамбыз ғой. Ақыл иесіміз ғой. Суырда мынандай ақыл бар да. Соның өзінде біреудің ініне барып, маған бір күнге қонып шығайыншы, жалға арендаға ініңді берші берген суырды көрмедім мен. Мен Тарбағатай деген суырлы мекенде тұрам. Барсам, сеп-семіз, өзінің үні бар, бала-шағасы бар, прям жарқырап тұрып, жақсы өмір сүріп жатыр. Ал адам баласы одан ақылды ғой. Сен ақылды болсаң, сенің баспанаң болуға тиіс. 30 жасқа келгенде баспанаң жоқ болса, сен суырдан күнің төмен деген нәрсе. Адамда намыс болуға тиіс. Сол көп адамдардың намысына тиді. Маған ренжіді. Сіз неге елді қорлайсыз, неге мазақтайсыз деген сияқты. Сонда мен айттым, суырекеш торғайдың діні бар деп. Соған сіздерге бір күш-қуат берсін, мотивация берсін деп Ғали бауырымыздың, Ғали деп айтам мен негізі, Қажы Ақбар бауырымыздың бірінші сұхбатымыз қиындықты қалай жеңіп шығуға болады, қалай қиындыққа мойымауға болады. Осы жайлы сұхбат қоймақшымыз. Қош келдіңіз студияға. Қош келдік, бар болыңыз. Менің бүгін шақыртуымды қарсы алып, сен тығыз уақыттың ішінен 1-2 сағат уақыт тауып келгеніңе көп алғыс. Біріншісі, өз ата-бабаның өмірбаянын қысқаша айтып кетсең, қалай Ауғанстанға барып қалдыңдар, қай жылдар болды? Сол барлық тыңдарман көрерменге дұғай сәлем. Елге келіп қалдық, міне Алматыға 1-7 болды. Алматамызды баяғы жас кезде 21-22 жаста келіп, 2 жыл осында тұрып, осы жерден жарымды тауып, үйленіп, бақытты өмір сүріп жатырмыз Данияда. Енді қысқаша келгенде, ата-бабаның тарихына келгенде, біздің сол баяғы қиыншылық заманда 60% қазақ қырылып, қалған интеллигенцияны өлтірген кезде, біздің да атамыз, сол Базарбай деген кісі, Бұхарадан білімі болғандан кейін ол кісіні да өлтірмекші болады. Бірақ
жаңағы бір қызылдардың ішінен бір туысы келіп айтып, сөйтіп аман сау қалады. Аман сау қалып, сол көш бастап Қазақстанның Қызылорда Қармақшы деген жерінен ары қарай Өзбекстан барады. Өзбекстанда да сол 1-2 жыл тұрып, сол білетін Бұхарасын, Үшқұдық, сол араларда мына көмір тасып, керуен саудасын жүргізіп, ары қарай орыстың қысымы көбейгеннен кейін Тәжікстан арқылы бір топ қазақ Афганистанға барады. 1930 жылдары. 30 жылдар. Өзің руларың? Руымыз біз былайынша жаңа таныстырғанда Аюби дедіңіз. Мен негізі руымызды Аю деген рудан боламыз. Сол руымызды біздер фамилия қылып аламыз. Балдарымызға соны бере береміз. Келешекте ұрпақ өзін ұмытпасындар. Кіші жүздің ішінде Шөмекей, оның ішінде Аспан, Аспанды ішінде Аю боламыз. Жақсы, 30 жылы Ауғанстанға барған бір топ қазақ. Мөлшермен қанша, онан кейін Ауғанға оларды біреу шақырды ма, қалай сол жерде барып күн көрді, қай жерге қоныстанды дегендей? Енді жаңағы ол жылдар өте қиын болған. Мысалға бір-екі әжемден естігенді айтатын болсам, мына ол кісілер түнде жүріп, күндіз бір сай, бір жерді паналап тығылып жатқан. Үңгір болсын, сай болсын, жолда өте қиын жағдайлар болған. Шөп тамырын жеп жолда уланып өлгендер де болған. Және бір мысалды айтып кетсем, ол кезде мына түнде жүрген кезде балдар жыламасын, көш жаңағы қолға түспесін деп, баланың етегіне топырақ толтырып, жүре алмасын деп, толтырып тастап кеткен балдар да болған. Соның ішіне жаңағы Базарбай атам топырақ толтырып етегіне тастап кеткен жерінден әжем онда мен де баламменен қалам деп жүрмей қойғаннан кейін әкем соменен аман сау. Неше жаста болған әкеңіз сонда? 4 жаста болған кеткен кезде. Сосын бір қызы болған, сол 6 айлық болған. Енді әңгімені айта берсек, бұйырды мысалдар көп. Әжемнен естіген, мысалы қызының жаңа құндағын ашпай, құрттап кетіп, сатанына шейін бір бөлігін құрт жеп қойған жағдайлар болған, жаңа қашып пісіп жүргенде. Сөйтіп жаңағы әкем аман сау қалып, жаңағы Афганистанға жаңа көш таялады. Көш таялған кезде қазақтар жинала бастайды да мемлекеттің алдына барады. Біз осындай қашып жүрген, пісіп жүрген, қорлық көрген қазақпыз, бізге көмектес деп. Афганистанның мемлекеті де жаңа сол кездегі билік Пакистан мен Афганистанның шекарасына канал қаздыруға жібереді қазақтарды. Сол жерде барыңдар, канал қаздырады, сіздерге тамақтарыңызды, сударыңызды береді, күнделікті өмір сүретін деп. Ал ол жерге келгеннен кейін жаңа табиғат, су, әжем айтады, судан ауру болу әбден мүмкін дейді. Ағып жатқан арық бар еді, содан су алып ішетін едік дейді. Онда аурудың қай түрінікі белгісіз, малария болуы мүмкін, басқа ыстық климат ауыстырығы. Сонда бір кісі өліп жатқан кезде, өліп көміп жатқан кезде екінші, үшінші кісі өледі дейді да. Сонда бір шұңқыр, бір көрдің ішіне талай адамдарды бірінің үстіне бірін тасап көміп, одан кейін енді кетейін десе жаңағы бастықтары қоймайды, жұмыс істейсіңдер, сендер канал қазасыңдар, тұрасыңдар деп. Ал сол жерден пытырап және қазақ қашады. Енді ол былайынша айтқанда мүмкін бір 100-200 семье бар осы проектқа барған шығар деп ойлаймын, бірақ толқын ретіменен қазақтың тарихын қарасаңыз 300 жылға бұрын барған қазақ бар ол жерде Афганистанда. Ол өзі жатқан бір қиса, оның бір айтар кетеді болсақ, кино түсірсе болады екен, бір кітап жазып. Ағылшынның екі жолаушысы, яғни былайынша айтқанда жолаушы, негізінде олар шпион болған ғой. Бүкіл Ауғанстанның жер топырағын зерттеп, сол кезде 1825 2 томдық кітабында қазақ барлығын жазған. Яғни Ауғанстанның қазағы зерттелмеген тақырып деген тақырыпты алып, мен талай осы тарихтың үстіне сондай мақалалар, шведтің жазған ғалымының 1925 жылы, яғни біздің аталарымыз бармастан бұрын бір бетін қазақ халқына адап, сол қазақтың осындай рудары бар деген жазып кеткен тарихи кітаптарды тапқан. Біз тағдырлас екенбіз. Менің де әкем 2 жасында Қытайға алып кеткен, сол большевиктерден қашып, сол Қытайда тұрып, соның кейін дәл сондай болмаса да 55 жылы
Қазақстанға келген кезде ана мал тиейтін вагонмен Қырғызстанға жіберіп мақта тергізген, содан қайтадан қашып келген. Сонымен аталарыңыз барды, сол қиындық көрді, сонан кейін одан Иранға қаштыңдар да. Ауғанстандағы өмірді қысқаша бір айтып кетсең. Енді Ауғанстандағы өмір басында өте қиын болды, бірақ біз ауған халқын тез арада арасына қалыптасып, жаңағы атам ол кісі үлкен бір бизнесмен болып шығады. Бизнесмен болғанда да жаңағы афгандардың тастаған терісінің, малдың бас сирағын солардың барған кезде аштықтан сылып майдар болса солар қайнатып жеген, сондай жағдайға жеткен. Бірақ атам сол тез арада үлкен бір бизнесмен болып, атақты, сенімді адам болып, бүкіл мына Пакистан, Иран, Россияның өзіне мына пісте, мейіз деген нәрсе Афганистанда көп қой. Саудамен айналысып кеткен. Сауда айналысып кетіп, соменен үлкен бизнесмен болып, біз қажылыққа мысалға 1960 жылдардың басында бірінші самолет шыққанда қажылыққа барып келеді. Яғни түктен тез арада сондай байып шығады. Сон сенің әкең қай жылғы сол кезде оқыды ма әкең, сонда тұрды, ол да әкең де жұмыс істеді? Әкем де сол атамның қасында жүріп, жұмыс анау мынауды үйреніп жүрген ғой, атадан балаға жаңағы бизнестің не қылып, одан кейін атам сол 1960 жылдардың басында Мекке барып келгеннен кейін ол кісі ауырып қайтыс болып кетеді. Сон талибандардың қыспағын көріп, ары қарай Иранға қаштыңдар да, сол жағдай кішкене. Сол енді біз қыспаққа қалғанда екі ортада қалдық. Жаңағы атамдың мысалға салып берген дүкенінің өзі жетеу еді. Арқа жағында үй, центрде 7 дүкен болады. Сосын атам кезінде қару-жарақ та сатқан. Шейхиядан қару-жарақ импорт қылып, сол қару-жарақ та сатқан. Сол атамдың арқасында, жаңағы таныстарының, достарының арқасында біздер аман сау, жаңағы граница дейміз ғой, шекарадағы таныстардың арқасында әкем бірінші мені екі ағамды солдат болу керек еді, солардың көмегіменен Иранға жіберді. Бұл жерде біз өте қыспақ болдық. Жаңағы бүкіл біздің атамды терген, жиған, одан кейін әкем оны жүргізген, 2 рет ұры түсіп, үйде мысалы 3 пистолет бар еді, оның бәрін алып кетті ұрылар. Бұл 80-ші жылдар болған. Сол 80-ші, 79-да былайынша жай соғыс бастала бастады, сол 80-81-де. Талибандар неғып қазақтарға неге тиісіп сондай қысым көрсетті, оларға бәрібір болды ма? Ол кезде талибандар жоқ еді. Халықтың, жаңағы муджахид дейміз, халықтың жаңағы коммунистік режимге қарсылық бар еді. Бұл жерде біз қазақ болғаннан кейін екі жақтан да қыспақ көрдік. Ортада қалдық. Кімменен болысарымызды білмедік. Мысалға қазіргі біздің үйімізге түскен ұрылар біздің 1,5 көршілер болатын. Әйтпесе олар бізде пистолет бар екенін қайдан біледі. Ақша қай жерде тұратынын қайдан біледі. Банк жоқ қой Ауғанстанда. Ауғандар ғой түскен. Пуштундар ма? Сол көрші, таныс солар болуы мүмкін деп ойлаймын. Неге десең, тыныштық кезде, мен бала кезде 5 жаста папам қасына ойнап жүрген кезде дүкеннің алдына папам пистолеттерін шығарып майлап кәдімгі не қылып отыратын еді. Бәрі білетін еді, кімде кім не бар екенін. Ал орыс жақтан да қысым көрдік. Жаңағы балдарды, ағаларымды, басқа жас балдар солдат қыламыз, Афганға қарсы соғыс жасаймыз деген, біз екі жақта да құптай алмадық. Яғни сол үшін біздің дүние атамнан қалған, жаңағы әкем мирас қылып алған бәрі кетті. Түк және қалған жоқ бізде. Қазақстан сияқты, Қазақстаннан не қылып, жаңағы үйдегі кілем, күміс құман, сондайларды сатып Иранға көш аудардық. Қашып өттіңдер ме, шекарадан өту қалай болды? Есің білесің ғой? Иә, есімді білем. Екі ағам өте соғыстың алдына өткеннен кейін, олар жаяу ат ешекменен өткен, бала шағасымен. Ал одан кейін менің әкем аяғы ауырып жүре алмайтын еді түзу. Сол шекарадағы достары, жаңағы олар контрабанда ғой бәрі, жаңағы бизнес дегеніміз шекарадан өткізеді анау мынау. Сол бір досты әкемді аты Қожа Мұрат еді. Қожа Мұрат, мен сені аяғыңды жерге тигізбей, Иранға балдарың қасына апарып сені қосамын дегеннен кейін, сол әкем, шешем менен бірге мен де қаштық. Біз сол машинаменен қаштық. Үлкен
жүк машина астына жүктерді тиеп алып үстінде өзіміз сол кезде баламын кіші жаңағы жүктердің арасына кіріп кетемін да машина жүрген кезде мен жүктердің арасына кіріп кете беремін сосын суырылып шығамын бір кезде жауын жауады бәріміз су боламыз бір кезде машина самолеттің дауысы келді Россияның самолеттері келіп баяғы СССР-дің күзететін еді жолда қашып бара жатқанын білсең ататын еді сол жерде ал оны алдын ала жаңағы адам таситын адамдар үлкен кісілерге айтып қойған екен егер самолеттің дауысын келсең машинадан түсесің деді барып жусан теріп атқан адам сияқты көрінесің деді бір кезде жаңағы зу ете қалды ана кісілер бәрі қарасам бытырлап үлкен кісілер машинадан секіріп барып бір нәрселер теріп жатыр да соны не үшін теріп жатыр деп одан кейін барып үлкендер айтпайды ма сол ана білсе жолда қашып бара жатқан атады талай кісілер мерт болып өлді ол жолда содан неме келдіңдер де Иранға тіл мәселесі ол Иран қалай қарсы алды Иранда біз өткен кезде границада келген кезде ол жерде бізге айтып қойған кім десең бізде хазарамыз деп қазақтар хазараға жақсы ұқсайды ғой хазаралар шиға мұсылман болады қазақтар сүнни мұсылман болады бірақ тұрмыс бірдей хазараға граница келген кезде бір түн еді есімде бар жауын да жауып береді бір әскер шығып басы көтеріп қайда барасыңдар кімсіңдер дедік біз бәріміз шу етіп ойбай біз хазарамыз дедік сонымен жарайды өтіңдер деп өткізіп жіберді границадан шиит болып шыға келді шиит болып хазара ағайындардың арасында сөйтіп онда ағаларың тұрып жатқан ғой олар да орнығып барған ғой сен үлкен ағалар үлкен ағаларым бала шағасыменен барғанда да менің әкем шешесіменен соғыстың алдында қажылыққа барады ғой қажылыққа барған кезде болар жаңағы машинаменен қонып Иранға барады, одан кейін Иракқа барады, Түркияға барады, Истанбулға барады, Сирияға барады, сөйтіп, білмеймін, 6 айма жүріп, Меккеге барып, бір жерден тауар алып, екінші жерге сатып, жолда бизнес жасап, ана жақ мемлекетке алып, ана мемлекетке сатып, сол жолда көп қазақпенен танысады. Әсіресе Ирандағы қазақтармен танысып, сол жерден достар табып, сол ағаларымды да солардың пәленкесінің қасына бар, Қожамұраттың баласымын де, саған көмектесер деп өз қазағымызды жіберген. Сол Иран қазақтары біз барғаннан кейін барлығымыз аман сау қалғанымыз да бір себебі, бүгінгі талибан болмау себебі да сол Иран қазақтардың қасына бардық. Оларда бір үй болса, әйтеуір адам баспана болса, соны тазалап, жаңағы киреге арендаға алып, қазақтарына аман сау қалдық. Сол қазақтардың міне бабаларымыздың бауырмалдылығы, қаншылдығы, мейірімділігі соның арқасында ғой енді. Онда қанша тұрдыңдар Иранда, жағдай қалай болды? Мен өзім 81-ші жылы бардым. Ол кезде шамадан енді 8 жасқа келіп қалғанмын. Мектепке барайын десем, бұл кезде Афгандан мектепке болмайды деп, мектеп қоймады. Афганистанда мен бір 3 ай мектепте барған кезде мектепті өртеп жіберді бүкіл. Жаңағы коммунизм режим ел оқысты мектеп, одан кейін мектептің мына кітаптарын мынау сені аталарың деп бір тазбас адамды кітаптың басына қойды. Ол тазбас атамыз ол Ленин екен. Соңынан білдік, бізге ұқсамайды, Афган халқына ұқсамайды, бізге ұқсамайды. Сол Афганистанда бірінші олар келгенде коммунизм режим келгенде халық қозғалған жоқ. Бірақ дінге тіл тигізіп, жаңағыдай бір тазбас адам мынау атаң деп айтқандан кейін, одан моллалар сразу жихад деп айтты ғой. Жихад дегенде халық гу ете қалды да, сол соғыс содан басталып кетті. Иранда қанша жыл тұрдыңдар? Онда жағдай қалай болды? Ирандан келгенден енді 8 жастағы бала, жаңағы және біз жоқшылықтың күйін кештік. Иранда қандай да жұмыс болса, біз істеп кете бердік. Үйдің жүгін тасу, мысалға мен өзім балдарды мына сезон уақытта картошка тересің, помидор тересің, басқа да сондай балдар істейтін қара жұмыстар көп еді. Мысалы бізді үлкен машинаға 30-40-50 бізді үстін артатын еді, алып кететін еді таңертең. Сосын кешке күн батқан кезде шаршап өліп басымыз былай ұйқыға не болып, сол машинамен зүрілдіріп әкелетін еді. Сонымен 15 жасқа шейін, 8 жастан 15 жасқа шейін жұмыс, қара жұмыс дедік. Бірақ біздер тез арада жаңағы Афган қазақтар және ол жерде басын көтеріп
белін байлап алды. Басында сонда қиын жұмыс істедік. Одан кейін Иранда пушти деген бар. Мына кілемден жастық. Олар мебельді отырмайды көбісі. Ол кезде жаңағы жастықтың бірін астына, бірін үстіне қойып, мебель қылып отыратын еді. Ол өте қымбат еді. Жаңағы түркмендер жасай алатын еді, жалғыз оны. Біз оны барлықта үйреніп алдық та, оның бағасын 5-6 рете арзандатып істедік. Сөйтіп, Ирандың жаңа пушти дегенде, Иранда тренд қылып жібердік. Бүкіл бұрын байлар біреу жармалатын еді, біз бағасын оның 5-6 ресеге арзандатып істедік та, бүкіл жаңа қазақтардың бұрын әйелдері, қыздары бәрі кілем тоқитын болды. Керемет. Ал Ираннан соң кейін Данияға нағып кетуге себеп не болды? Сол менің үлкен ағам бар еді, Афганистанда университет бітірген. Бұлай Афганистанда қарасаңыз қолменен санарлық университет бітірген. 5% ба халық сондай. Көзі ашық, біраз білімді. Сол Иранға келген кезде де Ирандың жаңағы әкімменен сөйлесіп, әңгімелесіп, сол купон беретін еді. Ирандықта біздерге бермейтін еді, мысалға. Біз базарда барып 200-300 қымбат алатын едік. Он, май, шай, соғыс бар еді ғой, Иран мен Ирактың арасында дефицит еді бәрі. Ағам сол әкімшіліктермен сөйлесіп, қазақтарға сол жерде купон алып берді, Афганистаннан келген қазақтарға. Оларға да жағар май, басқасын арзан алып беріп, сол арада жүріп, жаңа мемлекеттегі әкімшіліктермен араласып, ой алмасып, бір-біріменен олар ой салады, Аюби, сен мында не істеп жүрсің дейді, келешегің жоқ дейді, істейтерің мына халқыңа игі қызмет дейді. Білімің бар дейді, сен Еуропаға кетші, мен егер бүгін мүмкіншілік болса, мен егер Афганистаннан келген қашқын болатын болсам, мен бір күн Иранда тұрмас істеп, жаңа әкімдің көмекшісі ағаммен бірге істеп ой салады. Сөйтеді ағам келіп, жаңа халықаралық UN дейді, United Nation, жаңағы халықаралық заң бар ғой, конвенция бар, қай жерде саяси соғыс болса, адамдар қуғынға ұшыраса, соны Еуропа батыс халқы квотамен бөліп алып кететін еді. Со ағам да барып атын жаздырады, 6 ай ішінде бүкіл семьясымен кетіп қалады. Одан 1985 жылы. Ал біздер барғаннан кейін біздерге мысалға келіңдер десе, папам енді олар көп білмейді ғой. Жазу оқу сауаты бар, басқа дүниені білмейді. Жоқ, олар кәпір шошқаны етін жейді дейді. Бірақ ағам 2 жылдан кейін қайтып келеді да, бүкіл бәрімізге жаңағы көрмеген ойыншық, мысалы киім, мынау білмеймін 10 чамаданды толтырып сауқаты келеді. Бүкіл қайын жұртына біздерге 2 жылдың ішінде 2 жылдың ішінде 10 чамаданды толтырып әкеледі. Жаңа бүкіл бала шағасыменен келеді. Сосын папам сұрамайды, не деген баршылық, не деген дүние, ол не істеп жатсыңдар десе, ағам айтады, жай біз қазір барып тіл оқып алып, жай бір жұмысқа кіріп алғанбыз дейді. Онда папам ойланатын не екен деп, біздер сол рұқсат бергеннен кейін папам, сон біз кетіп қалдық 88 жылы. Данияға кеттіңіз. Қарындасым, сосын жаңа үлкен ағам мен және бір үлкен ағам бар. Ал бір апайымыз бар еді, үйленген. Оларға барасыңдар ма деп айтып еді. Олардың жаңағыдай, олар кәпір доңыздың еті жейді деп, сосын жеңгелерім туысқандары бар, олар бәрі кәпір доңыздың етін жейді деп, олар бармай қалып қойды. Бірақ негізінде ол кезде сол заң бойынша сіз барасыз, бүкіл бірінші реттегі туыстарыңызды, қарындас, аға, әке шақыра аласыз. Ал бұлар енді 10 жыл, 20 жыл өткеннен кейін көбісі мына Қазақстанға 93 жыл көшіп келеді ғой. Қазақстанды көріп, біраз дүниеге, әлемге көзі ашылғаннан кейін, олар енді бізді шақыр дейді да Еуропаға. Ал Еуропа бүгін есігін тарс жауып алып, өзі қашып өйерге барсаң да сені қабылдамайды. Өкініп қалды дейсің осы кезде. Өкініп қалды. Ал енді ағаң қай жылғы сол Данияға кеткен? 1988 жылы. Өз жас қай жылғы? Сенен қанша жас үлкен? Ағам ба? Ағам қазір 69-да. 70-ге келіп, Данияда тұрып жатыр. Есен аман жұмыс істеп жатыр да. Тамаша. Содан сен Данияға 15 жасында келіп отырсың. Иә. Мектеп көрмеген. Жоқ. Не Ауғанстанда, не Иранда тіл білмейсің. Иә. Мүлде. Мүлдем. Ауғанша білесің, қазақша білесің, Иран тілін білемін, иә. аздап білесің болды. Содан кейін Даниядағы өміріңді қысқаша неден бастадың? Қазір Қажы Ақбар бауырымыз қазір магистр, 2 жоғары білімі бар, біреу бакалавр мына қаржы жағынан, екіншісі мына адам ресурсы
бізше отдел кадров дейді, HR, психология жағын жақсы меңгерген, мен біліміне өте тәнтімін. Осы қысқа уақытта осынша білімді қалай игергеніңе мен таңғалып отырмын да. Енді барғандан кейін маған есіктер ашылды, мүмкіншілік ашылды. Бір жетінің ішінде, бір 3 күннің ішінде менің класс мұғалімім келді. Үйге келіп, сәлем беріп, қош келдіңдер Данияға деді. Қай тілде сөйлесті? Ол датша, сосын бізге жаңағы аудармашы берген. Мен сенің келешектегі мұғалім жетекшің боламын, қай уақытта дайын болсаң айт, мектепке деп. Сол кезде мен өзім шөлдеп жүрген, жаңа оқимын деген, ол кезде мен жұмыс істеп жүрген кезде Иранның балдары сумкасын арқасына салып мектепке бармайды ма? Мен қара жұмыстамын. Шөлдеп жүрген, армандап жүрген нәрсемді Дания өзі келді 3 күннен кейін. Мен сонда айтыппын ғой, ертең бастаймын деп. Аюби, сен тұра тұр, жолды біліп ал, велосипедпен келсең қалай келесің, автобуспен сен қалай келесің, сен біраз жан-жақты біліп ал, сосын келесің, асықпа деді. Сөйтіп бір 15 күн ба соңынан сол тілге бастадым бірінші. Жаз еді, жазда бардым, сол жаздың басына Дания тілі, оған қосымша жаңағы математика, 4 сыныпқа шейін болды, сосын ағылшын тілі болды. Келесі жазға шейін мен Дания тілін жай-пай былайынша аздап үйрендім. Нан сұрап алатындай, адрес сұрап алатындай, сосын демалысқа кетті бәрі. Қосымша жұмыс істеп жүрдің бе? Сонда бәрі демалысқа кеткеннен кейін мен мына жақта Иранда бүкіл достарым, байланыс бәрі үзіліп қалды ғой. Данияда да ешбір байланыс жоқ, демалыста да бәрі байланыс керек. Сосын баяғы жұмыс істеп Иранда үйреніп қалған, қарасам бір наубайхана бар екен, үйдің қасында наубайханаға бармайын ба? Аз-паз дат тілін білем. Мен жұмыс істеймін дедім. Бір шал кісі бар екен. Жұмыс жоқ деді да. Сосын мен айттым, мен тегін істеймін дедім. Тегін істейсің ба деді. Оны келесі аптада сағат 2-де түнде келді. Сенбі жексенбі ғой. Сөйтіп сағат 2-де бастайды үйерді, наубайханасы. Түнде 2-де бастайды. 5-те барлығынан тазанан халыққа дайын болу керек. Неге десең, халық өте ерте тұрады ол жерде, жаңа ең азында спорт жасап, сол таңға келіп таза жаңа нанды алып, семьясыменен жейді. Жарайды дедім да, бардым, сол бізде 5 апта демалыс қой. 5 аптаның 4 аптасын істеп, енді 5-ші аптаға қадам басам десең, Аюби сені қалғысында жұмыс істейді, жаңағы шал кісі. Шал жаңағы мастер егесі наубайхананы. Ондай мүмкіншілік Данияда үлкен мүмкіншілік. Неге десең, айлығы жақсы береді ғой. Және айтады, сені оқытам дейді. Сонда мен жұмыс істеймін, мектепке барам, жаңағы кандидатур дейді ғой. Соны оқу наубайхана. Сосын айтты, сенің бармақтарыңа шейін өнер танып тұр деді, мен сені кондитер қылам деді. Және бірінші сәті нан пісіретін, жай торт пісіретін, одан кондитер болсаң, сен әдемі торттарды пісіріп, дизайн жасап, сенің бармақтарың сондай деді, мен сені кондитер болам дейінше оқытам деді. Ол шал себебі, ол шал менің арамызда көп нелер бар еді. Ол шал болса да, басымыздан өткен ниет. Оқиғалары. Мысалы, ол 2-ші дүние соғысын көрген еді. Айтатын еді, аштықтан біз иттің етін жедік деп. Сосын біз мұнаны нанды не қылған кезде, астына күнделікті бір 5-6 грамм ұн түсетін еді. Олар алатын еді да, басқа жұмысшылар алатын еді да, мусорға тастай салатын еді. Мен оны қалбырлайтын едім, обал ғой деп. Қалбырлап, таза ұнды қайтадан салып қоятын едім. Соны көріп, жаңа көзіне жас алып, тарихын айтып отыр ғой, жаңа біз кезінде ит жейтін едік. Аюби, сен келдің, мынаны мен көз алдыма қайта екенін, нанның қадірін біледі екенсің сен деп, сол үшін мені жұмысқа алды. Сонда неше жыл мектепті қанша уақытта бітіріп шықтың сонымен? Соныменен жаңағы бір қызық уақиға болғаны, мен жұмысқа тұрдым ғой. Енді мына 2-ші үлкен ағам келеді. Ол сауаты жоқ. Жолда мына неде Зурихте самолетті ауыстырған кезде самолет ұшатын жаңағы гейтін оқи алмайды. Соныменен жоғалып кеткен аэропорттың ішіне. Тіл сұрайын десе тіл білмейді. Ол келді ғой. Мен уже жұмысқа контрактқа байлап, енді бір айда өтіп кеткен мектептен жаңағы басалып кеткен тіл мектебі. Сосын ол келді, не істеп жүрсің сұрамайды ма? Мен айтам ғой, сол наубайханаға келіп жұмыс істеп.
ол сұрамайды ма неше ақша береді, жұмысшыға неше ақша береді, анаған неше ақша береді, бәрі ақшаны санайды да сенің басың істей ме деді, сен білім тұрған кезде деді, мен аэропортта жоғалып жүрмін, сен жұмыс істей деді да. Сол оқымаған ағам маған сондай ұрысты да, сен білім ал деді, өзі басына келіп тұр ғой, қиындық басына келіп тұр. Сосын мен мастарға барып айттым, жаңағы мен ағам келді, осындай ол айтты, онда сен не қыл деді, сенбі жексенбі күні кел дедім, басқа күні қалаған оқуға баста деді. Мен сол сенбі жексенбі күні бар тапқан ақшамда 1994 жылы Қазақстан Алматыға келіп түскенде $10,000 қалтамда еді. Жинаған да? Жинағам сол наубайханадан. Ал енді мектеп неше жыл оқыдың? Сонда мен енді қайтадан бармаймын тіл классына. Тіл классына барғаннан кейін мұғалім айтады, сен не деген тілің жақсарып кеткен дейді. Ана наубайхананың ішінде сағат 2-де жұмысқа бастайсың, кофені ішесің, жаңағы бүкіл сөйлесеміз ғой наубайхананың ішінде. Мынау айтамыз, мынау айтамыз, күлкі, ойын, жаңағыдай түн қараңғылығы бар, жаңағы сияқты әйтеуір әңгіме айтып, сол жерде даттылым өте жақсы болды да. Сосын айтты, мен сені деді, қазір мына 8-ші класс өзі бітіп, 9-ші класс бастаған практикаға бір 14 күн барып келші деді. Сен бір 14 күн барып кел, кәдімгідей Данияның мектебі. Ана жерде бүкіл бізде сырт елдіктерді тіл оқытады ғой. Кәдімгі Данияның мектебіне 14 күн практика барып кел. Ұнаса қаласың, бас мұғалім сені не қалдаса сол жерге қалып кетсең, жақсы болады. Сөйтіп, жаңағы 9 жыл оқитын класстың, мектептің оқып жүрген балдардың арасына кірдім. Олар 8 жыл оқып, 9-шы ең соңғы жылды не қылмайды ма? Бүйірге келіп қарасам, химия деген нәрселер бар, өмірде естіпеген биология деген нәрселер бар, физика бар, өмірде естіпеген, не екенін білмектігі өмірде естіпегенмін. Болар маған қызық болды. Күні түні оқитын едім жаңағы. Оқыған сайын жаңағы біртүрлі мені тарта берді. Тарта берді. Бір күні 14 күнім бітті. 14 күнді жаңағы басыма жетекші мұғалім келіп, Акбар деді, мен қалаймын сенің қалуыңды қалаймын деді. Сен башарасың деді. Деді. Сол қалып кеттім. Сол мен 9 жылдық мектепте 1 жылда бітіріп, бүкіл экзаменде бәріне бардым, жақсы бағаған жоқпын, бірақ құлаған жоқпын. Бұл жерде соны дат балдары да неміс тілі қиын деп бірнеше неміс тіліне экзаменіне бармаған. Біреу физика қиын деп, классымыздың ішінде 20 баладай 4-5-і ана сабақтардан аттап кеткенде бармай, қиын деп, қашып жүр. Сонда мен барлық сабақтардан барып, барлық сабақтардан құламай, әйтеуір баға алып шықтым да. Соң кейін 9-10-ды оқыдың да? Жоқ, 9-ды. 10 жоқ. 10 жоқ, 9. Одан кейін 1 жыл оқыдың. Одан кейін бізде гимназия басталады. 3 жыл. Сонымен менің арманым барғаннан кейін жаңағы наубайханада істеймін, сосын және бос уақытымда жаңағы ол жерде жаңағы радио, телевизионды мусорға тастайтын жер бар. Мен сол жерге барамын да, жаңағы бұл қалай жұмыс істейді деген сұрақ менде туындайды да. Бұл қалай жұмыс істейді деп, жаңағы мусорда жатқан радио, телевизионды үйге әкелемін де ақтарамын. Ішек қарнын ашам, мынау қарастырам, соған инженер болам деген бір не шықты маған. Арман шықты. Соны ақтарып, қарап, сосын одан бізде гимназияның түрі бар. Енді гимназия келгенде сала таңдайсың. Экономист болсаң, экономикалық гимназия бар, экономикалық бастамаша фундаментін үйретеді. Инженер болсаң, инженерлік фундаментін үйретеді. Сосын басқа тіл маманы сондай. Мен инженер боламын деймін да, сонда HTX, High Technical Examination деген гимназия 3 жылға бардым да, оны да аман сау бітіріп шықтым. Оны бакалавр емес, ол гимназия, орта мектеп. Міне доңыз жейтін даниялықтар қазақтың талантты баласына қандай жағдай жасап, қандай мүмкіндіктер сыйлаған. Сондықтан біздің Қазақстанда ойбай Европа, қыз-текелер елі, Европа анау, Европа мынау деп қорлаймыз, неше түрлі жаман сөздер айтамыз. Ал егер сол Ауғанстанда қала берсе, Иранда қала берсе, Қажы Ақбардың тағдыры қалай болатын еді. Содан кейін бітіргеннен кейін ары қарай қандай оқулар оқыды? Енді бізде негізінде гимназия бітіргеннен кейін оқушылар 1 жыл, 2 жыл демалады. Демалусының мақсаты шынайы өмірді көру. Яғни 1 жыл жұмыс істейді, 1 жыл сырт елге сол тапқан ақшасын, әке-шешесінің ақшасына сүйенбей, 1 жыл жұмыс істеп, сол тапқан ақшасын әлемді
кезеді. Сөйтіп жаңа отырған кезде бір мақалада оқып қалдым, Арал проектасы менен бізде ана NGO дейді, Non-Profit Organization бар. Олар Қазақстанға келіп Аралды зерттеп жатыр екен. Соны газетадан оқыдым да, мен айттым, осы Қазақстанға барсам қалай болады екен дедім да, звондадым оларға. Сосын айтты, ой, сен қазақсың ба? Иә, қазақша білесің? Білем. Ой, жүрсінші бізменен деді. Соныменен автобус, пойызға отырып, 14 күн жол жүріп, Қазақстанға. Алматыға топ ете қалдым. Ана Даниялық командамен Иә. Қанша адам келдіңдер? 9 адам. Данияда жыл сайын 1% бюджеттің табысын экологиялық апаттар сондайларға береді. Содан жаңағы NGO-лар арыз жазып, жаңағы Аралдан апат болып жатыр, халық ауыр болып жатыр. Олар және тапқан нәрсе камбала балық тапқан Аралдан. Үлкен дау 70-ші жылы жаңағы тұз несі процент көбейгенін камбаланы салып жібермейді біреулер келіп тест жасап. О камбала деген көбейіп кетеді Аралда. А бұны қазақта ұстайтын сайман жоқ. Оның қалай екі шетке шығып тұрады, бұл жейтін балық емес деп қазақтар танымайды. Ал даттар оны алады, біздің Архус университетінің лабораториясына әкеледі, зерттейді, бұл жеуге бола ма деп. Неге сен Аралда да экологиялық апат болып жатыр. Болады, бәрі таза, бәрін сөйтіп, жаңа Данияның ақшасын алып, жаңағы өердегі балықшыларды Данияға әкеліп, қалай аулайды екенін көрсетіп, бүкіл Данияның балықшыларының ескі саймандарын контейнерге салып, Аралға жіберіп, оларды оқытып, тоқытып, мұздататын станциялар салып беріп, бірталай кісінің күнделікті өміріне пайда. Содан Қазақстанда 2 жыл тұрдың да? Соменен менің мақсатым бір 3 ай, 6 ай деп келгенмін сол проекта менен. Ондай көп қалам, ешкімді танымаймын ғой. Ешкімді білмеймін, танымаймын, ондай қалам деген не жоқ еді. Сол жаңағы жұбайымды таныстырып, сол жұбайымды танығаннан кейін, ол да соңғы жылын бітіріп жатыр еді, мен айттым, обал болады дедім. Мына Агуде оқып жатыр еді, обал болады дедім, сонымен 2 жыл қалдым. Сол себептен үйлендің осы жерде? Осы жерде үйлендім. Әке-шешең келіп құда түсті ме? Иә, әке-шешем, ағаларым барлығы Даниядан тойға келіп, осы жерде той жасады. Той жасап, сөйтіп дипломын қолына алғаннан кейін 96 жылы Данияға қайттым. Бірақ енді инженер болам деген жігіт, енді экономист болам деген шешімге қабылдады. Себебі ол жылдары Қазақстанның экономикасы да өте қиын еді. Жаңағы сосын мен айттым, ол жерде мен бірнеше проекттер бастадым. Мысалы, дермен, жасайтын дермен Данияның кіші зауыттарда келдім. Бірақ менен электрисита қуатын 3 фаздық жасау үшін, үй жасау үшін 5 метр төбелік менен $5,000 сұрады әрбірі, қосып беру үшін. Пара сұрады ғой. Жаңа айтқандай, менің қалтамдағы барлығы $10,000. Сосын анаяқта Даниядағы ферма айтты, мына зауытты апарып құр деді, мен ақшасын қазір беріме, қажеті жоқ деді. Сөйге экземпл. Құр апар ұн өндір, ақшасы да сенікі пайдасы, бірақ мені зауыттарымызды сатып тұр, 12,5% сатылған зауыттан беріп тұрам деп, сөйтіп контракт жасап, Данияға барып, сөйтіп келдім, бірақ жаңағы жемқорлықтың несіменен, кеселінен, жаңа екіншіне ақша бары жоқ $10,000, онда транспорт анау-мынауға кетейін деп тұр. Сонымен мен айттым, мына білім менен мен бұл істі жарамын, маған экономикалық білім керек деп, сонымен барып университетті экономиканы бітіріп шықтым. Сонын кейін қазір сен Siemens деген халықара үлкен компанияда сол экономист, финансист, қаржыгер болып жұмыс істейсің, да? Қосымша тағы қандай оқу? Ол бакалавр бітірдің, да? Иә. 4 жыл ма, 3 жыл ма? 3 жыл. 3 жыл, сонан кейін тағы қандай оқу орнын бітірдің? Сосын магистр. Қандай мамандықтан? Магистр, мен бакалаврда external accounting дейді. Мына компанияның ішкі сыртқы есебі, сыртқы есепті мына мемлекетке тапсырасың. Қаржысын, да? Қаржысын соны бітірдім бакалаврда. Бірақ магистрге менің көбісінде жаңағы organization дейді, ұйымдастыру. Жаңағы HR десек те болады оны. Сосын оның қапталында жаңағы маркетинг. Ол да жаңағы адамның психологиясы менен көп жұмыс істейді ғой, маркетинг деген. Оны 1 жыл ма, 2 жыл ма? Ол 2 жыл, кандидат 2 жыл. Керемет, міне
Қажиақбар бауырымыздың бүкіл тарихын қысқаша үстіртін айтып өтті. Әрине мен ойлаймын кейін бір уақытың болғанда бұны кітап қылып жазып шығарса, менде Қытайға кеткен ата бабаларымыз бар, Ресейге кеткен ата бабалар, Моңғолияға кеткен ата бабалар, соның бәрін бір жиыстырып кейін бір деректі фильмдер жасап, сериал жасап, кітап шығарса деп ойлаймын. Міне құрметті ағайын, бұны сіздерге мен неге Қажиақбарды арнайы шақырып, сұхбатқа шақырып, осы уақытымызды бөліп бұны түсіріп отырмыз. Бұда ешқандай бір пайда тапсақ, коммерциялық деген қызығушылық жоқ. Тек қана қандастарымызға ой салу. Қазақ деген жеті ата араламаса қыз алып, қыз бермейтін, біздің қанымыз таза. Сондықтан кез келген тілді, кез келген мамандықты игеріп алуымыз өте жеңіл. Соған міне мысал, қазір қазақтың осындай талантты жастар әлемде Google, Яндекс, Facebook деген сияқты компанияларда, тіпті Европада да жас балалар, Данияның өзінде де адамдар таңғалдырып жұмыс істеп жатыр. Сондықтан біздің де қара көздерге айтатыным, алақан жаймаңдар, шағымданбаңдар, ешкімнен көмек тоспаңдар. Абай атамыз айтады, өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Бабадан келген сенде қайрат бар, ақыл сана бар, осындай таза қанымыз бар. Басқалар сияқты, мысалы, бір емшек ембесе болды деп үйлене береді, одан ұлт тозады. Біз ондай халық емеспіз. Соның дәлелі Қажиақбар. Көп рахмет. Жалғасын міндетті түрде тыңдаңыздар. Бұдан да қызық, керемет жалғасты тақырыптар болады. Келесі тақырыбымыз Қажи мына неменесі жасыл экономика жайлы. Өзің сол салада жұмыс істеп жатқандықтан, оны ішінен терең білетіндіктен, Европа соған қарай бет алғандықтан, осы тақырыпты ары қарай жалғастырсақ. Жақсы күндерде кездескенше сау саламат болыңыздар. Қажиақбар бауырымызға көп алғыс, рахмет. Алғыс. Лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер.